Баршаңызға сәлем, хаттаманы жасаймыз. Жылы суға 1 шай қасық тұз қосамыз. 800 грамм ұнға 10 грамм қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. «500 грамм су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қою керек. Дайын болған қамырды 6-ға бөліп шығамыз. Әр бөлікті жұқалап жаю керек. Майды ертіп жағамыз. Мен «Щедрое лето» деген сливочный май жағып шықтым. Жайған қамырымызды 3 бөліктен бөліп, жақсылап ораймыз. Орап, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Төрт бөлікке бөлгенде бізде 8 хаттама шығады. Әр хаттаманы формамызға келтіріп, домалақтап жайып шығамыз. Табаны қыздырып, 1 ас қасық сұйық май қосып, хаттаманы салып, осылайша үстінен басып, айналдырып тұрып, пісіріп шығамыз. Күйіп кетпес үшін қарап тұруымыз керек. Екен тез піседі. Келесі бетіне де 1 ас қасық сұйық майды қосып, пісіріп аламыз. Ас болсын.